Совет үкіметінің орнауы қазақ елінде зор шығын, қасірет әкелді. Қазақтың бағына біткен асыл ағалар, біртуар көсемдер ормандай оталып, қуғын сүргінге ұшырады. Сотталды, атылды. Ұлтымыздың ең сүйікті, ең ақылды перзенттері өлім құшып еді. Толку нет, продолжайте. Баламды жанымды өзгелер үлесіп, құрылым қазағым, зарығып жүдесіп. Әңгімеде сепкен ажалға тік қарап азуын жасырмаған ерлер сойған ғой. Солардан жаным артық па? Менің де құным құмалақтай қорғасын шығар. Жолдасым жол әңгімесін бітірсе, тағы да бар деген кісі тәрізді сөз сөйлеуге ыңғайланып тұрды. Мен әңгімені неден бастарымды білмедім. Жол жайын айтып өткен шұғаның белгісі дегені бар еді. Одан пәлендей сөз туады деп дәмеленбесем де, бастауға себеп болсын деп ойлап, шұғаның белгісі дегеніңіз не нәрсе? Тау ма дедім. Жоқ, әшейін бір оба ашық деп жауап бердім. Кейін қалып бара жатқан соң, тағы тебініп қатарласып, шұғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз-ау деді. Мен қайдан білейін? Бұл жаққа бірінші келуім деп жауап бердім. Білмезсіз. Сіздер жассыздар ғой деді. Есімбек дейтін болады. Малмен басы бірдей, Құдай тілеген берген адам. Ортаны қолдай 4 ұлы болды, шетінен қасқыр. Сол 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе Шұға шіркіннің өзі де келбетті еді. Ақ құба, талдырмаш, көзі қап-қара, осы бір үріп ауызға салғандай еді. Ажары қандай болса, ақылы да сондай. Бір отауда Шұға кездесті. Көрісіп абаның ысқаннан көзімді ала алмадым. Апыр-ай, адамзатта осындай сұлу болады екен-ау. Аққудың көгілдіріндей, үстіне шетін кестелеген ақ көйлек, омырауын неше түрлі ілгіштермен безіп тастаған қызыл пүліш қамзол, басында үкі тартқан түлкі бөрік. Өзі сұлу адамды мүлде одан жаман жандандырып, қолдырып тұрды. Хат жазысқан соң көп ұзамай-ақ Әбдірахман Шұғамен жақындасып кетті. Бірін-бірі сүйгендігі сондай, аз уақыт көрмесе, ынтық болып, өле жаздаушы еді. Екеуі де менен сырын жасырмайды. Есімбектікіне қымыз іше қыдырып барсам, Шұға жайраңдап қоя береді. Оңаша жер болса сұрайтын Әбдірахман. Бірер күннен соң Шұға ауру екен. Төсек тартып қалыпты дегенді естім. Құдай жазған болса бәріміз де көреміз. Ажарыңыз дәуір ғой, жазыларсыз дедім. Ауыр күрсінді. Естің бе? Шұға қайтыпты-ау десті.
суық суды төбемнен құйып жібергендей болды. Тұрған орнында қаттым да қалдым. Жиылған жұрттың бәрі де бастарын шайқасты. Ой, шыға десе шығады-ау. Ауылдың адамдары жиылған қалпымен келіп, Әбдірахманға естіртті. Әбдірахман жыламады. Сұп-сұр болып, қатты да қалды. Бәріміз де көңіл айтқан болдық. Ол шығаның белгісі осылай жазылып еді. Ал Ілияс құлагерді жазғанда бүкіл Еремен тауы күңіренген еді. Жақсының жақсылығын жан айтады, сондықтан құлагерді бәрі айтады. Егіліп әнжерінің сөзін тыңдап, еріңді ел қиялы дағды айтады. Қазақта құлагерді көп айтады, серінің серік еді деп айтады. Ат сыры иесіне мәлім деп жүр, тегінде мал көрмесе неге айтады. Заманда сонау сарсаң ақан тұрған, ол заман ерге тұсау зорға думан. Жалмап жеп айналасын аш кенедей, семірген жұрт қанын нелер жуан. Хан қабан халық құлағын бұрап тұрған, бүйірбей үйлеп төстеп сұрап тұрған. Қор қылып ағалмасты отқа көсеп, жүз жартыңын таппай жылап тұрған. Барымтар ел шулатып жылқы қуған, әупілдек батыр шыққан әр рудан. Ел құнға жұмасайын бір жығылып, қаранар халық кілем бітім қылған. Қанды кек ел арасын ушықтырған, қорқауды қол табылмай тұмсып қарған. Асыл ел арманда жар опық жеген, албасты әлсіз жан тұншықтырған. Қырдағы қара сойыл бақандаған, қалада қара жүрек қаһарланған. Досында сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірмен ақан маған. Мен Көкшетауда туған ахандай серіні жырласам, Сәкен Көкшетаудың сұлулығын жырлағанда мен қанаттанамын ғой. Арқаның келітпес сұлу Көкшетауы, дамылсыз сұлу бетін жуған жауын. Жан-жақтан ертелі кеш бұлттар келіп, жүреді біліп кетіп есен сауын. 80 көл Көкшетаудың саясында, әрқайсысы алтын кесе аясында. Ауасы детке тауа жұпар есті, көкірек қанша жұтса тоясың ба. Арғалған көкке байлап қарағайы, қасыңда көк жібекті аппақ қайың. Жібектей желмен шашып төңіректі, балқытып мас қылады есмайы. Қарағай бекшіңді қиялаған, еш адам оны барып қиялмаған. Шыңқылдап тау жаңғыртып шыңға қонып, жалғыз-ақ көк қашыға ұялаған. Көкпеңшің басынан мұнар кетпес, басыңа атсаңдағы оғың жетпес. Бір жұтсаң Көкшетаудың жұпарынан, өлгенше көкірегіңнен құмар кетпес. Сар алтын Көкшетаудың ертегеші, тау мен күн сүйіскенде еркелесіп, суретте шежіресі өткен күннің сілекей ағызарды ертеңгісі. Талай сыр ертеңінің елді айтады, ызыңдап таудан соққан жел айтады. Сырласып сыбырласқан жыпырақтар, күндіз-түн көңіреңден көл айтады. Толғанып төмен қарап шал айтады, толданып таңырқанып бал айтады. Тау-тасты тұнжыраған куә қылып, отбасы қатын-қалаш бәр айтады. Ертегі болмаса да хатта қылған, аузыңды шешіренің қатта қылған. Қаттардың баян қылған әңгімесін есеткен кейінгілер жаттап алған. Я, келер ұрпақ кейін бізді кім жырлар екен, ол жазылған өлеңдерді оқитын жан табылар ма екен? Сұлу өлеңмен ерік жігерді неге жырламасқа? Тұраршы, Рысқұлов, жаздым, айттым. Дүниенің бұраңдаған қисық жолында, маңдайына бармақтай бақ тұра алмаған Рысқұл үшін, бұл жалғанның бар қызығы осы балалары еді. Тұрары мен Түйметайы. Жер ортасына таянғанда көрген жарық сәулелері, екеуі көзінің екі жанарындай. Бұлардан бұрынғы бейшараларға бұл фәнеден ұзақ дәм тұз бұйырмаған. Сөйтіп жүргенде көрген Тұрары ғой.
Тұрар деген атының өзіне әке байғыз бар үмітін артып еді. Енді соның өзіне сейіп, ес біліп қалғанда ажал құзғын айналдырып, тұзағын талша мойынға аяусыз тастап тұр. Намаз оқымас, ораза тұтпас. Рысқұл енді сасып, амалсыз Аллаға сыйынды. Ат пайғамбардың сәбилерінің бірі Ұмай ананың есімдерін ішінен әлденеше рет атады. Бәйдібек бабасына, домалақ атанған Нұрила анасына сыйынды. Енді осыдан балауын алып, Құдай қуат берсе, Түлкібас шуалдағы туған жерге бір қайырлы, Қаратау бойында. Бала бөген бойында тұрған Бәйдібек бабасы мен домалақ анасының күмбезіне барып бас иіп, кәжім етуге ант берді. Алда қашан жер томпайтып қалған Жылқайдар әкесін, Бердіқұл ағасын есіне алды. Олардың басына барып Құран оқытқызбасам ба деді. Қол тірліктің тәлкегінде жүріп, оларды еске алып, Құран сүрт дегеніне кешірім сұрады. Тұрар ұрпағың еді ғой, мейіріміңді сал, деп Жылқайдар әкесін, Сәлік бабасының әруағына жалбарынды.